Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте ерекше әрі әдемі тағам жасаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысқа жылы су құямыз және де үстіне ашытқы саламыз. Және де бір қасықтай тұз және де бір қасықтай қант салып араластырамыз. Ал енді бөлме температурасына тұрған жұмыртқаны саламыз және де үстіне сұйық майды құямыз. Барлық керекті заттар описанияда жазылған. Көріп көріңіздер. Енді осылай араластырып аламыз. Басқа таза ыдысқа ұнымызды дайындап қоямыз және де жаңа дайындаған массамызды үстіне құйып, қамыр илейміз. Ең басында осылай вилкамен немесе қасықпен араластырып аламыз, кейін қолмен жақсылап тұрып қамыр илейміз. Ал енді үстеліміздің үстіне сәл ұн сеуіп, қамырымызды салып, тағы да бір рет жақсылап иі қанғанша илеп аламыз. Сіздерде қамырларыңыз біркелкі қолға жабыспайтындай болуы керек. Ал енді таза ыдысымызға сұйық майды құямыз, жан-жағына жағып, жаңағы дайындаған қамырымызды саламыз және де бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымызға ашытқы қосылғандықтан ол 2 еседей көтерілуі керек. 1 сағат өткеннен кейін бетін ашып қамырымыздың, оны жақсылап тұрып жайып аламыз. Көргендеріңіздей қамырымыз жақсы көтерілген. Енді осыны 15-16 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көрсеткендей домалатып аламыз және де 15-16 бөлікке бөлеміз. Әр бөлген бөлігімізді осылай домалатып аламыз. Және де бетін кеуіп кетпес үшін осылай жауып қоямыз. Енді бір-біртіндеп алып, оқтаудың көмегімен қатты жұқа емес етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып болған соң үстіне сұйық май жағамыз, ол қамырымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін. Және видеода көрсеткендей оны осылай бүктейміз екіге. Достар, менің каналыма 1000 подписчик жиналуына сәл ғана қалды. Егер де маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және де видеолар ұнаса, міндетті түрде лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Осылай барлық қамырларымызды жайып, ортасына сұйық май жағып, біз тамағымызды мантваркаға пісіреміз. Сондықтан мантварканың табасына сұйық май жағып, ішіне дайындаған қамырларымызды саламыз. 5-4 данадан салсаңыздар болады, себебі біздің қамырымыз көтеріледі, сондықтан аралары ашық болуы керек. Осылай мантваркада 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Ал енді салмасын дайындайық. Ол үшін картобымызды видеода көрсеткендей етіп, кубиктап турап аламыз. Және де сәбізімізді де кішірейтіп, кубиктап етіп турап аламыз. Жалпы бұл тағамға кез келген көкөністерді қоссаңыздар болады. Мен картоп, сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ және де тартылған ет қостым. Және әрине жуа да қостым. Барлығын осылай турап аламыз. Жуамызды да осылай кішірейтіп етіп турап аламыз. Ал енді отымызға табамызды қойып, оның үстіне сұйық май құйып, оны қыздырамыз.
Майымыз қызғаннан кейін үстіне тартылған етті саламыз. Егер де тартылған ет болмаса, етімізді жай ұсақтап турап алсаңыздар болады. Солай да қуырып пісіруге болады. Ал енді тартылған етімізді салып, оны жақсылап қуырып араластырамыз. Қуырылып болғаннан кейін үстіне біртіндеп көкөністерімізді сала бастаймыз. Ең алдымен пиязымызды саламыз және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін үстіне туралған сәбізімізді саламыз және де араластырамыз. Және де мен алдын ала қатырылған болгар бұрышын салдым. Сіздер турап салсаңыздар болады. Және де алдыңғы видеоларда көрсетілген қызанақты салдым. Оны да мұздатқышқа қатырып қойғанмын. Осылай алдыңғы видеолардан көрсеңіздер болады. Және де ең соңында біз картопымызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер де қызанақ болмаса, томат пастасын салсаңыздар да болады. Ал енді дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен тұз қостым және де паприка қостым. Ал енді осы салмасына сәл қайнаған су құямыз. Және де жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, отта 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Ал енді біздің тамағымыз дайын болды. Мен осындай ағаш табаққа жасайын деп шештім. Сіздер кез келген табақ алсаңыздар болады. Және де осылай ең алдымен қамырымызды, яғни піскен булочкаларымызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің булочкаларымыз сәл көтерілген. Осыны тізіп саламыз. Булочкаларымызды салып болған соң, ортасына піскен салмамызды саламыз. Осылай әдемілеп саламыз. Және де әсемдеуге кез келген көк шөптерді турап қойсаңыздар болады. Укроп, көкжуа, немесе петрушканы. Немесе ештеңе салмай, осылай қалдыра берсеңіздер болады. Достар, осымен менің жасаған тамағым дайын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше менімен бірге болыңыздар. Және де бұл тағамды қалай жеу керек десеңіздер, біз булочкаларымыздың ортасына сұйық май жаққан болатынбыз, сондықтан олар бір-біріне жабыспайды. Енді осы бір булочкиді алып, ортасын ашып және де қасықпен салмасын саламыз. Сонда солай жеген өте дәмді болады. Бұл өте ерекше әрі дәмді тағам. Сіздерге және де жанұяңызға ұнайды деген сенімдемін. Сау болыңыздар. Ас болсын. Бәріңізге рахмет.